Саламатсыздар ма оқушылар? Информатика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ақпаратты цифрлық тасымалдағыштар. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз цифрлық құрылғыларды суреттер бойынша анықтаймыз. Цифрлық құрылғылар ұғымына анықтама береміз. Цифрлық құрылғыларды функциясына байланысты сипаттаймыз. Оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын тақырыбымызға байланысты бірнеше сұраққа жауап беріп көрейік. Дербес компьютерден басқа қандай цифрлық құрылғыларды білесіңдер? Жарайсыңдар оқушылар, өте жақсы. Цифрлық құрылғылардағы ақпаратты қалай тасымалдауға болады? Өте жақсы оқушылар, жарайсыңдар. Оқушылар, суретке назар аударыңыздар. Компьютер 0 және 1 цифрлармен жұмыс істейді. Компьютер көмегімен берілетін ақпарат 0 және 1 тізбегінен тұрады. Мұндай ақпаратты цифрлық ақпарат деп атайды. Цифрлық ақпаратты өңдейтін құрылғыларды цифрлық құрылғылар деп атайды. Ақпаратты цифрлық жолмен өңдеудің нәтижесінде құрылғылардың көлемі кішірейіп, жұмыс сапасы артады. Мұндай құрылғыларды мобильді құрылғылар деп атайды. Ақпаратты тасымалдағыштардың шығу тарихы туралы қосымша ақпарат алу үшін төмендегі бейне көрсетілімге назар аударыңыздар. Ақпарат тасымалдаушылар. Ежелгі адамдар өз ұрпақтарына маңызды ақпаратты жеткізу үшін қалай жазу керектігін ойластыра бастады. Ең алғашында мәліметтерін құмға жазды. Сосын топыраққа жаза бастады. Кейіннен адамдар ақпаратты тасқа қашап жазып сақтайтын болды. Құм, топырақ, тас бұлар ақпарат тасымалдаушылардың алғашқысы. Кез келген із не белгі қалдыруға жарайтын нысан ақпарат тасымалдаушы бола алады. Ең алғашында адамдар ақпаратты тасқа сурет түрінде жаза бастаған. Кейіннен қандай да бір алфавиттің белгісі не нышаның түрінде ретінде сақтаған. Тасты әлде қайда жеңіл саз балшықтан жасалған тақтайша алмастырды. Ол мәліметтерді сақтайтын мына тәсілдер пайдасыз болып шықты. Олар ауыр, кейбірі сапасыз, әрі мәліметтерді ұзақ сақтауға болмайды. Сол кезде адам жеңіл, берік, шағын жазу ыңғайлы ақпарат түрлерін ойлай бастады. Ертедегі ақпарат тасымалдаушылар. Шамамен біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырда Мысырда Ніл жағалауында өскен ұзын қамыстың папирус сабағынан жұқа парақ дайындау технологиясын жетілдірген. Ұзақ ғасырлар бойы жазба құжаттар пергаменттік бұрама қағазда жазылған болатын. Оларды жануарлардың терісінен жасаған еді. Терін илеп, жұқа парақ болатындай етіп созатын. Біздің дәуіріміздің 2 ғасырында Қытайда қағаз дайындау технологиясын ойлап шығарды. Еуропаға қағаз тек 9 ғасырда, ал Ресейге 16 ғасырда жетеді. Кез келген цифрлық құрылғыларды пайдаланған соң, оның ішіндегі ақпаратты жөнелту, өңдеу, сақтау үшін бізге ақпаратты тасымалдағыштар керек болады. Цифрлық тасымалдағыштар 3 түрге бөлінеді. Бірінші, магниттік тасымалдағыштар. Оның ішіне дискеттер және сыртқы HDD дискілер жатады. Келесі екінші, оптикалық тасымалдағыштар. Оның ішіне CD дискілер, DVD дискілер және Blu-ray дискілер жатады. Келесі үшінші, флеш тасымалдағыштар. Оның ішіне жад карталары, флеш жадылар және SSD дискілер жатады. Ақпаратты тасымалдағыштар туралы қосымша ақпарат алу үшін төмендегі видеоға назар аударыңыздар. Қазіргі заманғы ақпарат тасымалдаушылар. Қазіргі заманғы қоғамда ақпарат тасушының негізгі 3 түрін атап өтсе болады. Қағаз, магниттік және оптикалық. Ал ақпараттық қағазбен тасымалдаушылар. Алғашқы есептеуіш машиналар перфокарталарда жұмыс істеген. Олар картонға белгілі ереже бойынша арнайы
перфоратор станогының көмегімен шағын тесік түрінде ойық жасаған. Магнитті ақпарат тасымалдаушылар. 1928 жылы ең алғашқы магниттік лента жасап шығарылды. Магниттік лента айтарлықтай сенімді, ұзақ қызмет ететін USB флеш жинағыштары. Заманауи компьютерлерде ақпарат тасымалдаушы ретінде келесі магниттік тасушылар пайдаланылады: дискета, қатты диск, винчестер және стримерлер. Ақпарат тасымалдаушылардың ең тарағаны оптикалық не лазерлік диск болып табылады. Олар CD дисктер 700 мегабайт көлеммен, DVD дисктер 4-7 гигабайт көлеммен және Blu-ray дисктер 33 гигабайтқа дейінгі көлеммен. Сонымен қатар ыңғайлы және қолданылатын ақпарат тасымалдаушылар бірі USB флеш жинағыштары. Олар жылдам, жинақы, сенімді және жазбау үшін ыңғайлы болып табылады. Оқушылар, бейне көрсетімнен алған білімімізді қорытындылау үшін келесі тапсырманы орындап көрейік. Алдарыңызда цифрлық құрылғылардың суреттері бейнеленген. Осы суретке қарап, цифрлық құрылғылардың атауларын атап шығыңыздар. Бірінші суретте қандай цифрлық құрылғы бейнеленген? Өте жақсы. Микро CD карта. Келесі, екінші суретте қандай цифрлық құрылғы бейнеленген? Өте жақсы оқушылар. Флеш жады. Келесі, үшінші суретте қандай цифрлық құрылғы бейнеленген? Жарайсыңдар. CD, DVD дискілер. Оқушылар, сендер суреттерге қарап, цифрлық тасымалдағыштарды ажырата алдыңдар. Оқушылар, келесі кезекте оқу мақсатына негізделген тапсырмаларға көшейік. Бірінші тапсырма: ақпаратты тасымалдағыш түрлерін сәйкестендіріңіздер. Сіздердің алдарыңызда ақпаратты тасымалдағыштардың түрлері және ақпаратты тасымалдағыштардың құрылғылары берілген. Осы екеуін сәйкестендіріңіздер. Бірінші, оптикалық тасымалдағыштар. Жарайсыңдар балалар, дұрыс жауапты тексеріп көрейік. Екінші, магнитті тасымалдағыштар. Жақсы балалар, жауаптарды тексеріп көрейік. Келесі, үшінші, флеш тасымалдағыш. Жақсы балалар, жауаптарды тексеріп көрейік. Келесі, екінші тапсырма топтастыру әдісі арқылы жүзеге асады. Тапсырманы орындау үшін Learning Apps платформасына өтіп, берілген суреттер бойынша ақпараттық тасымалдағыштарды топтастырыңыздар. Тапсырманы орындау үшін келесі сілтемеге өтеміз. Тапсырманы орындауға кірісейік. Алдарыңызда цифрлық тасымалдағыштар және цифрлық тасымалдағыштар емес деп екі топ берілген. Ортадағы суретті осы екі топқа топтастырамыз. Бірінші сурет қай топқа жатады? Жақсы оқушылар, орнына қойып көрейік. Екінші сурет қай топқа жатады? Орнына қойып көрейік. Келесі, үшінші сурет қай топқа жатады? Жақсы оқушылар, орнына қойып көрейік. Келесі, төртінші сурет қай топқа жатады? Орнына қойып көрейік. Келесі сурет. Жақсы оқушылар, орнына қойып көрейік. Келесі сурет қай топқа жатады? Жақсы оқушылар, орнына қойып көрейік. Келесі, жетінші сурет қай топқа жатады? Орнына қойып көрейік. Келесі, соңғы сурет қай топқа жатады? Жақсы оқушылар, орнына қойайық. Осымен біз барлық суретті орнына қойып шықтық. Енді тапсырмамызды тексерейік. Жарайсыңдар оқушылар. Енді сендер цифрлық тасымалдағыштарды ажырата аласыңдар.
Келесі үшінші тапсырма бос орынды толтыр әдісі арқылы жүзеге асады. Тапсырманы орындау үшін Query платформасына өтіп, заманауи құрылғыларға байланысты бос орындарды толтырыңыздар. Тапсырманы орындау үшін келесі сілтемеге өтеміз. Тапсырманы орындауға кірісейік. Бос орындарды толтырыңыздар. Бірінші, сымсыз байланыс жасауға арналған құрал. Тізімнен сол құралды таңдайық. Ұялы телефон, планшет, ноутбук. Жақсы оқушылар, таңдап көрейік. Алғашқы ұялы телефон қай жылы ақш-та жасалған? 75 жылы, 65 жылы, 73 жылы. Таңдап көрейік. Келесі сенсорлы экранмен жұмыс істейтін құрылғы. Ұялы телефон, ноутбук, планшет. Жақсы оқушылар, таңдап көрейік. Келесі планшет ең көп қолданылатын құрылғылардың бірі. Тасымалдағыш, цифрлық, ақпараттық. Таңдап көрейік. Өзіміз қолданып жүрген кітаптың электрондық нұсқасы. Цифрлық кітап, электрондық кітап. Жақсы оқушылар, таңдап көрейік. Келесі соңғы электрондық кітапқа қанша кітапты салып жіберуге болады? 100 деген бір ғана. Жақсы оқушылар, таңдап көрейік. Осымен біз барлық бос орындарды толтырып шықтық. Енді тапсырманы тексерейік. Жарайсыңдар балалар, барлық бос орындарды дұрыс толтырдыңдар. Жақсы балалар, сендер бос орындарды дұрыс толтырдыңдар. Енді сендер цифрлық құрылғылардың анықтамаларын білесіңдер. Келесі тапсырма теориялық білімімізді практикада қолдану. Бірінші практикалық жұмыс келесі қадамдар бойынша жүзеге асады. Бірінші, жұмыс үстеліндегі компьютер батырмасын тінтуірдің оң жақ батырмасымен шерт. Екінші қадам, пайда болған терезеден қасиет батырмасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен шертіп, компьютер жадының көлемін анықта. Үшінші қадам, компьютер батырмасын тінтуірдің сол жақ батырмасымен шерт, диск жетекке салынған оптикалық дисктің көлемін анықта. Осымен бірінші практикалық жұмыс аяқталды. Практикалық жұмысты өте мұқият орындадыңдар деп ойлаймын. Екінші практикалық жұмыс. Бірінші қадам. Мұғалім берген флеш-жадты компьютердің USB портына сал. Екінші қадам. Компьютер батырмасын басып, сұхбат терезесінен флеш-жадты тап. Үшінші қадам. Флеш-жадты тінтуірдің оң жақ батырмасы көмегімен шертіп, қасиет терезесінен оның көлемін анықта. Төртінші қадам. Өзің пайдаланып отырған компьютердің қатқыл диск флеш-жадты неше есе үлкендігін анықта. Осымен екінші практикалық жұмыс аяқталды. Практикалық жұмысты өте мұқият орындадыңдар деп ойлаймын. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау үшін экранда берілген QR кодты сканерлеу арқылы сабаққа кері байланыс жасаңыздар. Оқу тапсырмасы. Кітаптың 106 бетіндегі цифрлық технологиялар адамның өмір сүру салтына қаншалықты әсер етті деген тақырыпта эссе жазамыз. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз цифрлық құрылғыларды суреттер бойынша сипаттай алдық. Цифрлық құрылғылар ұғымына анықтама бере алдық және цифрлық құрылғыларды функциясына байланысты сипаттай алдық. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.